42-ші сабақ есептеудің тиімді тәсілдері. 16 қосу 49. Ең бірінші 16-ны және 49-ды жіктеп аламыз. 10 және 6, 40 және 9. Енді бірінші ондықтарды қосамыз. 10 қосу 40. Енді бірліктерді қосамыз. 6 қосу 9. 10-ға 40-ты қоссақ 50, 6-ға 9-ды қоссақ 15, 50-ге 15-ті қоссақ 65. Ал енді азайтуын көрсетем. 65 азайту 49. 5 бірліктен 9 бірлік азайтылмайды. Сондықтан жіктеген кезде 50 және де 15 деп жіктейміз. Және 49. Бірінші 50-ден 40-ты азайтамыз. 50 азайту 40. Екінші 15-тен 9-ды азайтамыз. 40-тан 50-ден 40-ты азайтсақ 10, 15-тен 9-ды азайтсақ 6. 10-нан 10-ға 6-ны қосамыз, 16. Тура осылай, енді екінші тапсырмадағы өрнектерді жіктеп қосамыз. Үшінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте. Үлгі. Мысалы, өрнек мынандай. 300 қосу 40, қосу 500, қосу 60. Ең бірінші үлкен 3 таңбалы сандарды қосып алған ыңғайлы. Сосын 2 таңбалы сандарды қосып алған. Яғни 300-ге 500-ді қосқан 800, 40-қа 60-ды қосқан 100, 800-ге 100-ді қоссаң 900. Екінші үлгіні қараймыз. Жақшаның ішінде 100 қосу 24, жақша жабылған қосу 76. 24 пен 76-ны қосу арқылы біз 0-ге дөңгелектеп аламыз. Яғни 100. 100-ге 100-ді қосып 200 деп тиімді тәсілмен шығарған дұрыс. Ал енді берілген 31 қосу жақшаның ішінде 69 қосу 300. 31 мен 69-ды бірінші қосып алып, сосын 300-ді қосқан әлден қайда ыңғайлы. Екінші 80 мен 20-ны қосып, оған 700-ді қосып, содан кейін барып 300-ді азайтамыз. Заңдылықты анықтап, қалып қойған өрнектерді жаз. Бірінші өрнек 16 қосу 15. Екіншісі 26 қосу 15. Не өзгерді? 16, 26, яғни 10-дыққа артты. Келесі өрнек 36 қосу 15. 46 қосу 15. 56 қосу 15. 66 қосу 15 және 76 қосу 15. Сонда 5 өрнек қалып қойған. Енді әсіне қараймыз. 21 азайту 14. 31 азайту 14. Яғни азайғыш 10-ға артып тұр. Яғни 31-ден кейін 41 азайту 14, 51 азайту 14, 61 азайту 14 деп 81-ге дейін жалғастырып жазамыз. Және де міндетті түрде өрнектің мәнін табуға жет. Есептерді шығар. Бірінші есеп. Шахмат үйірмесіне 20 ұл және 15 қыз қатысады. Шахмат үйірмесіне барлығы неше бала қатысады? Шартын жазайық. Ұл 20, қыз 15. Барлығы қанша?
барлығын табу үшін әрине қосамыз. Ұл санына қыз санын қосамыз. Жауабына осыншама бала шахмат үйірмесіне қатысады деп жазамыз. Келесі. Көркем сөз үйірмесіне 32 бала қатысады. Оның 13-і жоғарғы сынып, ал қалғандары бастауыш сынып оқушылары. Көркем сөз үйірмесіне бастауыш сыныптың неше оқушысы қатысады? Шартына жоғарғы сынып және бастауыш сынып деп жазамыз. Жоғарғы сыныптан 13, ал бастауыштан белгісіз. Барлығы 32. Енді бастауыш сынып оқушыларын табу үшін біз барлығынан жоғарғы сыныпты азайтамыз. Жауабына бастауыш сыныптың осыншама оқушысы қатысты деп толық жазамыз. Диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бер. Сурет салу үйірмесіне неше бала қатысады? Ал енді қараймыз. Бірінші үйірме қызылмен сурет, сары футбол, жасыл тоғызқұмалақ және көк домбыра. Бізге керек сурет үйірмесі. Сурет үйірмесі қызылмен көрсетілген. Қызылмен көрсетілген диаграммаға қарасақ, 6 деңгейінде аяқталып тұр. Яғни сурет үйірмесіне 6 бала барады екен. Тура осылай екінші және үшінші сұрақтарға жауап бер. Тоғжанның ойлаған санын 18-ге кеміткенде 25 шықты. Тоғжан қандай сан ойлағанын тап. Ойлаған сан белгісіз, одан 18-ді кеміткенде, яғни ол азайту, тең 25. Ал енді компонентін тауып алайық. Біріншісі азайғыш, азайтқыш. Азайғыш белгісіз, оны табу үшін біз қосамыз, себебі азайғыш үлкен сан. Ал 25-ке 18-ді қосып, Тоғжанның қандай сан ойлағанын тап. Және де бұрынғы кездері арифметикалық есептеулер үшін қолданылатын есептеу тақтасы есепшот абак деп аталды. Оның мына жерде суреті де көрсетілген. Бұл саған қосымша ақпарат. Егер видео ұнаса, лайк басып және каналға тіркелуді ұмытпа. Өзіңнің сыныптастарыңа да осы видеоны жіберіп қой.